Сәлематсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы су тіршілік көзі және Ақбас торғай ертегісі. Сабағымыздың мақсаты шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық таңдауына қарай мазмұндау. Мұғалім көмегімен оқылған шығарманы логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып жоспар құру. Балалар, су тіршілік көзі, өйткені су табиғаттың бір бөлшегі. Сусыз тіршілік жоқ. Суды ластамайық, суды таза ұстайық, суды ысырап етуге болмайды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ақбас торғай ертегісі. Жалпы торғайлар торғай тәрізділер отрядына жататын құстар туысы. Жер шарында торғайдың 27 түрі бар. Көпшілігі отырықшы, кейбіреулері жыл құстары. Ұзындығы 12-15 см болады. Ағаш қуыстарын, індерді, үй жайларды мекендейді, немесе ағаштарға шар тәріздес ұялар салады. Дәнмен қоректенеді. Балапандарын бастапқы уақытта жәндіктермен, кейіннен өсімдік тұқымдармен қоректендіреді. Енді біздің тақырыбымыз неліктен Ақбас торғай деп аталған білу үшін мәтінді жақсылап оқып түсініп алыңыздар.